Үйлесімсіздікті жою, жағдай туғызу, ауыл проблемаларын шешпей, қала проблемаларын шешу мүмкін емес. Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 10-шы сессиясының жалпы отырысында облыс әкімі бұл мәселеге депутаттардың назарын аударды. Облыстық мәслихаттың хатшысы Амангелді Нұғмановтың төрағалығымен өткен сессияда облыстық мәслихаттың 2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе қаралды. Сессия жұмысына облыстық мәслихат депутаттары, облыстың қоғамдық кеңесінің мүшелері, облыстық басқармалар мен қорғаныс күштері ведомстволарының басшылары қатысты. Облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Гүлкасима Сүйінтаева депутаттарды облыс бюджетіне ұсынылған өзгерістер мен толықтырулар жобасымен таныстырды. Білім, спорт және денсаулық сақтау объектілерін салу, инженерлік коммуникациялар, елді мекендерді газбен жабдықтау, жолдарды жөндеу және тағы басқа үшін облыстық басқармалар арасында 6,5 миллиард теңге сомасын бөлу ұсынылды. Сөз аяқталғаннан кейін депутаттар баяндамашыға бірқатар сұрақтар қойып, тиісті шешім қабылдады. Сессияны қорытындылай келе облыс әкімі Ералы Тоғжанов ауылдық жерлердегі проблемаларды жою үшін барлық күш-жігерді жұмсау қажеттігін тағы да еске салды. Егер ауыл мәселесін шешпесек, ауылдық аймақтар босап, барлық жастар қалаларға ағылатынын есте ұстаған жөн деді облыс әкімі. Ауыл тұрғындарының жағдайын нығайту үшін ауыл аманаты жобасы құрылып іске асырылуда. Бұл үшін өңірге 3 миллиард теңге бөлінеді. Жобаны іске асыру халықтың ішкі көші-қонын бірнеше есе төмендетеді. Ауыл тұрғындарына қажетті ақша сомасын 2,5%-бен алып, өз бизнесімен айналысуға мүмкіндік береді. Басқалармен қатар экономикалық белсенді ауыл тұрғындарының санын нақты білу үшін ауылдық жерлерге әлеуметтік скрининг жүргізу қажет. Мал шаруашылығы қазірдің өзінде 90%-дан асып отыр, сондықтан ауылда орын алып отырған үйлесімсіздікті жойып, көкөніс өсіретін шаруашылықтарды құруды жандандыру, пияз, 40 қабат картоп отырғызу қажет. Өңірде сүт өнімдерінің шамамен 60%-і облысқа импортталатын өрескел жағдай орын алып отыр. Бұл да түзетілуі керек. Мен облыстық мәслихат депутаттарын ауыл аманаты жобасын іске асыру жөніндегі жұмысқа қосылуға шақырамын. Бұл жобаның ел үшін қаншалықты маңызды екеніне президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі қызығушылық білдіріп отыр және біз оған біздің өңірде оның қалай жүзеге асырылып жатқанын міндетті түрде көрсетуіміз қажет деп облыс әкімі сөзін толықтырды. Ақтөбе облысы мәслихатының баспасөз қызметі.